Сәлем достар, бүгін сіздерге менің каналымда жаңадан қосылған рубрика салыстыру, яғни қазақстандық баға мен Қытай сайтындағы бағаларды бір-бірімен салыстырып көрсететін боламын сіздерге. Ең бірінші каналға тіркеліп, лайк баса отырыңыз, себебі өте қызықты заттармен сіздерді таныстыратын боламын. Ал кеттік ендеше. Мен Каспийден товарды таңдап қойдым. Бұл біздің Каспий магазинімізде 15.890 теңге тұрады екен, ал біз Pinduoduo сайтында қанша теңге тұратыны қазір тексеріп көретін боламыз. Pinduoduo сайтына кірдім. Осы жерден фут арқылы іздеп табамыз. Мінекей тапты. Осы жерде байқасаңыздар, мына жердегі сандар 2717, 2694 деген сандар. Мына сандар бұл осы товардың осы уақытқа дейін уже сатылған саны десек те болады. Қазір сіздерге мына ең бірінші тұрған кіріп көрсетейін, бағасы қанша екен. Міндетті түрде отзывқа мән бересіздер. 384 отзыв бар екен. Мінекей ішінде барлығы фотолар мен отзывтар жіберген. Аударып көрсеңіздер де болады. Және біз сатып алу батырмасын басамыз. Міне көлемдеріне қарай екен бағалары. Міне үлкен көлемдегілері 55-те 8 юань екен. 27. Ал енді осыны курс юаньмен қазір есептейтін боламыз. Мен осы жерге алдын ала есептеп көрсеттім. 55-те 8 юань еді. Где-то біздің қазақстанский ақшамен төлегендіктен, теңгемен төлегендіктен юань 1-2 юань қосатын болады. Грубо есептегеннің өзінде 58 қып есептейік, мінекей 3600 теңге шықты. Мақұл 60 юань қып есептегеннің өзінде 3700, яғни где-то 3,5-4 мыңға осы затты алдырта аласыздар. Доставкасын қоспағанда, доставкасы онда көп шығады деп ойламаймын. Сіздерге видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк баса кетіңіз, және комментарийға қандай заттарды осылай салыстырғанымды қалайсыздар жаза кетіңіздер.